Тегін орталықта біріншіден бала саны көп, сіз уақыт өткізіп аласыз, уақыт өткен сайын балада қабылдау деңгейі төмендей береді. Екіншіден, бала аптасына 2 рет, 3 рет ол балаға тиімсіз. Бізге қазір дәрігерлер айтып жатады, егер ерекше балалардың мынау аптасына 20 сағат, бұрын бізде 40 сағат дейтін, қазір 20 сағат дейді. Яғни бала тұрғаннан бастап ұйықтағанға дейінгі жалпы түзету, дамыту жұмыстары жүргізілу керек дейді. Оның белгілі бір деңгейін ата-аналар өтеді, белгілі бір деңгейін мамандар өтеді. Ал біздің орталықта, жекеменшік орталықтарда аптасына 5 күн. Және әр балаға жеке жұмыс жасайды. Және тағы да бір айтатын дүние, ол уақыт саны. Яғни мемлекеттік жерде 30 минут берілгенмен, қараңыз, бала келеді, ол жылайды, ол кіргісі келмейді, аптасына 2 рет келеді. Ана жерде балалар болады, оны киіндіріп, шешіндіріп, уақыт өтіп кетеді. Баланың эмоциясын бақылап жүргенде 10-15 минут уақыт өтіп кетеді. 10-15 минут енді сабақ қызып жатқанда баланы шығарады да келесі баланы алып келеді.